долларға байланысты да, мысалы 10 жыл бұрын доллар қанша? 180 теңге болған екен. Осы жылы экономистердің ойынша 2024 жылдың соңына дейін 470 пен 490 арасына дейін барады дейді. Бірақ доллар қазір арзандап жатыр. Қазір бірақ 442 ма сондай примерно бүгінгі. 442 ма? Қараңыз, бағана мен доллар десем 442 деп жазып жүрген. Сондай екен да. И вот менде сонда сұрақта, бізде көбісі осознавать етпейді. Мысалы, менде онша осознавать етпейтін бұл нәрсені. Доллар осылай жылдан жылға қымбаттап, бір 5-6 жылда 1000 долларға дейін, 1000 теңгеге дейін 1 доллар сөйтіп кете береді ма деген секілді. Ну, қазір мысалы дейтін, бәрі айтып жатыр ғой, доллар дейтін арзандап жатыр. Мысалы 2022 жылы доллар 470 еді, 470 болды. Қазір 22 жылдың ортасында ма 470. Қазір 442 болып жатыр. Адамдар наоборот доллардан кішкене теңгеге қарай ауысып жатыр ғой. Получается, қымбаттай береді деген не всегда дұрыс. Әрдайым емес, иә? Ну, мен солай ойлаймын. Қымбаттай береді деген әрдайым дұрыс емес. Бірақ мен ақшаның бір бөлігін долларда ұстау керек деп ойлаймын. Неге? Себебі көп бөлігін ба әлде? Мен ойымша көп бөлігін ұстау керек сияқты, как будто, потому что біздің теңге өте плавающий. Ну, егер де сен инвестицияң дейтін сондай примитивный болса, теңге мен долларда ғана ұстаймын десе, конечно. Бірақ менің ойымша, егер де сен ақшаны басқаруды кішкене қолға алған адам болсаң, сен ақшаны теңге мен долларда ғана ұстамайсың, сен акцияда ұстайсың, сен облигацияда ұстайсың, сен алтында, бизнеста, криптода, недвижимость әртүрлі жерде ұстайсың да. Мысалы, мен бағана ғана біреуді көрдім, бүйтеді. Ешқашан Қазақстанда недвижимостьқа ақша салма дейді. Менің ойымша, вообще тупость деп ойлаймын. Ешқашан недвижимостьқа ақша салма деген. Ақшаны тек қана жылжымайтын мүлікке салған тоже дұрыс емес деп ойлаймын да. Вот ақшаң бар ма, үйге жететін ақшаң бар ма, үй сатып ал, қасына акция, алтын, облигация и так далее сатып ал. Дәл сол сияқты ақшаңның бір бөлігін теңгеде ұста, жақын уақытта қажет болатын ақша да. Мысалы, бірақ доллармен де ұстаған дұрыс. Себебі доллар өзің дұрыс айтып жатсың. Кезінде 180 теңге болды. Ол кезде бізде ұлттық банк дейтін оның несін курсын басқаратын да. Потом плавающийға шықты, 243 болып кетті. Қазір мысалы 442. Біздің бюджет 470-тен есептелген. Негізі, енді мен экономистпін ғой. Экономика тұрғысында көп әңгіме айтамын. Негізі Нацбанк контролировать ете ала ма бұл дүниені? Конечно. Бірақ ол кезде инфляция... Жоқ, вообще негізі менің ойымша Нацбанк әлі күнге дейін әсер етеді деп ойлаймын. Мысалы, тұрасында сен Нацфонд бар. Нацфондта ақша жатыр доллармен да. Бірақ біздің бюджетқа ақша керек болып қалды. Сен тұрасында долларды сатасың. Долларға сатасың да теңгеге спрос тудырасың. Долларға спрос азайтса, доллардың бағасы әрине арзандайды. Қазір сондай ситуация көп, бюджетқа ақша бөлесің да. Бірақ біздің бюджетқа доллардың қымбат болғаны пайдалы. Доллардың 440 емес, 470 болғаны пайдалы біздің бюджетқа. Өйткені біз сыртқа нефть, мұнай соны сатқаннан ба? Ну, енді сен ойла, представь, біз ақшаны мұнайдан табамыз деді да. Біздің мұнайдың компаниялары да доллармен ақшаны табамыз дейді. Ақшаны доллармен табамыз, бірақ біздің үкімет мұғалімдерге, біздің үкімет врачтарға, біздің үкімет мемлекеттік қызметкерлерге, чиновниктар, бізде қанша 100 мың ба чиновниктарға ақшаны теңгемен береді зарплатасын. Ақшаны доллармен табасың, теңгемен бересің. Получается, егер де 1 доллар 442 болса, сен доллармен табасың. Азырақ теңгең бар да, доллар. Егер де 1 доллар 470-тен болса, онда сенде көбірек теңге болады да, бюджетқа 470 болған пайдалы. Біздің негізі бюджетіміз 23 жылға ма 470 деген анандай орташа есеппен жоспарланған. Бірақ 470 болмай қалды да, кішкене жоспардан ауытқып кетті. Жалпы негізі долларға қатысты мынандай пікірді естідім жақында, бүйтеді. Бүкіл әлем қазір доллардан бас тартып жатыр. Естігенсің ба? Қытай, БРИКС доллардан бас тартып. Доллар құлдырап, жойылып кетуі мүмкін дейді. Сөйтіп айтады, сол туралы не ойлайсың? 2000 жылдан бері әлі айтылып келе жатыр да. Мен соған байланысты бір статистика. Госдолг США. Госдолг США. Доллар рухнет. Скоро доллар. Госдолг 32 триллионға. Мен мынандай бір зат. Қытай қазір долларсыздандыру саясатын жүріп жатыр да. Осыған қараңдар. 2010 жылы Қытайдың трансшекаралық, яғни шекарадан өтетін төлемдері, экспорт импорттары да 84,3% доллармен жүрген екен. 2010 жылы. 2024 жылы 42,8% ғана доллармен жүрген. О, екі жерден ол почти. Получается, это о чем-то говорит, да? Яғни доллардың рөлі азайып жатыр. Осы ғана статистиканы көреді адамдар бүкіл әлемде доллар дейтін құлдырап жатыр, бүкіл әлемге доллар керек емес дейді. Доллардың индексі деген шама бар, соны көрсеңіздер болады. Сосын тағы бір момент. 2013 жылы бүкіл әлемде
доллармен жүргізетін сауда 87% болған. 2022 жылы 88,5% болды. Өскен бәрі. Өскен сонда да. Неге? Біріншіден, Қытай қазір соңғы 2 жылда кішкене кризистің заманында келе жатыр да. Қытайда үйлер құлдырап, дефляция болып жатыр. Қытай торговый война жасады, сауда соғысын Америкамен жасады. Успешно ұтылып жатыр торговый войнадан. Сондықтан Қытайдың экономикасы бұрынғыдай всесильный деген тоже қате. Бірақ жақсы бір статистика бар. 2013 жылы юаньмен сауда бүкіл әлемде 2,2% болған. 2022 жылы 7%-ға дейін көтерілген. Қытай бүкіл әлемді басқарып кетеді, Қытай керемет, доллардан қазір құлдырап кетеді дейтін адамдар. Юаньмен сауда жасау көтерілген, көтерілген. Ресейдің соғысымен. Соғыс басқа болады. Бірақ Қытай дейтін ойбай Американы міне қазір-ақ құлатып жібереді дегенге мына санды қараңдар. 22 жылы доллармен сауда 88,5%. Дәл сол жылы юаньмен сауда 7%. Разницасы бар ма? Бар. Сондықтан мен ойымша, ойбай қазір долларды ала берсек, ақшамыздың барлығын жоғалтамыз, осындай деген болмайтын әңгіме. Плюс еще теңгенің инфляциясы. Қанша болды? Жақында шықты ғой? Теңгенің инфляциясы 9%-ның шамасында болды да, ал доллардың инфляциясы 3,5%-ның шамасында. Тоже о чем-то говорит да. Бұл дегеніміз тек қана ақшаны доллармен ұста дегенді білдірмейді. Теңгемен де доллармен де ұстау керек. Ал теңгенің бағасының құлдырайтыны, доллардың бағасының құлдырайтыны әдетте уақытша. Біз 1-2 жыл деген жоспарды мүлде жасамай қойғанымыз дұрыс. 1-2 жылдың жоспары болса, онда ақшаңыз тек қана теңгемен ұстаңыз. Болды. Мынау нәрсеге байланысты. Менде бір кәсіппен айналысатын достарым бар да. Олар мен түсінген бойынша сен таза табысың қанша десең, сұрақ қойсаң, жауап бере алмайды. Олар бірақ былай айтады. Менің оборотым мынанша миллион. Бірақ қарызға маған бере тұршы деген. Қарызға қанша. Осы кезде мен түсінбеймін да, олар қалай ақшасын санамағанның соншалықты үлкен зияны бар ма? Или ақша санау өзі қиын дүние ма? Сен қалай ойлайсың? Менің ойымша, негізі кез келген адам ақшасын санау керек. Өйткені ақшаны сен дұрыс егер басқарып үйренсең, сен оны көбейтудің де жолдарын дұрыс таба алатын боласың, жинаудың да жолдарын дұрыс жасай аласың. Жарайды, санау керек қой. Жаңа достарың неге достарың қарызға ақша сұрайды, егер де обороттары дейтін қорқатын шығар разрывты көруге. Негізі мен финансист тұтқаным бар, соның блогында байқап қалдым. Көп предпринимательдер қорқады дейді, кассовый разрывты көруге қорқады. Сол үшін лучше оларға оборот үлкен ғой деп, кейде обороттан ақша алып сөйтіп жүре берген, жақсы. Мен ойымша ол тек қана кәсіпкерлер емес, кәсіпкерлерде ол қорқыныш мен ойымша обостренный деп ойлаймын. Бірақ кез келген адам ақшасын санауға сол үшін қорқады. Даже айлық алатын адам. Даже кез келген айлық алатын адам ақшасын санауға. Не үшін санамайсың десе, негізі анандай ғой, ой, санау қиын бірдеңе. Қиын емес қой санау деген да. Тұрс, кешке қарай жаттым да, 100% точно емес, бүгін не құрттым, тұрс. Бәрін жазудың қажеті жоқ да. Ойландым, примерно 10 мың теңге құрттым, примерно 20 мың құрттым, примерно есептесең де болады ғой, өлмейсің ғой да. Бірақ көп адамдар соны 1-2 күн жасайды да, уже санның дейтін страшный жаққа кетіп бара жатқанын көреді да, лучше санамай қояйын дейді да. Бизнеста то же самое. Себебі сен қара, сен енді біздің миымыз дейтін енді қалай ойлайды менің ойымша да. Сен тұрасың да, во-первых, санау деген ол жұмыс. Жұмыс деген, во-первых, жақсы көретін зат емес қой, біздің миымыз дейтін бізді бақытты қылу үшін арналмаған ғой, тіралып қалу үшін. Өліп қалмасақ болды ғой бізге. Біреуден қарыз алсақ та өліп қалмаймыз да. Соған арналған. Во-первых, жұмыс. Во-вторых, ана сезім, который сен қорқыныш сезімі, немесе ана іштегі өкініш сезімі, тревога сезімі, ол мидың тоже жақсы көретін зат емес та. Мысалы сен санайсың, санаған кезде ана жерде қанша ақша төлеуің керек екенін көріп жатсаң, немесе сенің мысалы кассовый разрыв болған кезде бизнесің құлауы мүмкін, сен ел жұрттың көзінше мықты бизнесмен болып жүрсің, на самом деле ондай емес, бизнесің жабылса, сен авторитетің құлдырауы мүмкін, сондай. Соның барлық ситуацияны көз алдың елестетеді да, санайтын болсаң, соның бәрі реальный екенін көріп қоясың. А санамасаң, ол возможно шын, возможно өтірік, непонятно болып жүреді да. Код Шрёдингера деген сияқты, оны өздеріңіз көріп аласыз. Сондай сияқты. Сол үшін санайтын болсаң, кішкене қиындау болады деп ойлаймын. Сенің достарың да, там басқа кісілер де сондай. Сосын тағы бір мынандай дүние бар, адамдар өздерінің армандарының нереальный екенін түсініп қалуы мүмкін деп ойлаймын, санайтын болсам. Мысалы, сенің арманың бар ма ближайший бір 2 жылға, 5 жылға? Иә, бар. Финансовый қандай?
финансовый болғанда мүлік алып жата ма? Иә. БМВ алу. БМВ да? Қанша уақытта БМВ? 3 жылда. 3 жылда. И пәтер алу. БМВ и пәтер. Квартираны бірақ енді ипотекаға деген жоспарым бар. Хорошо. Ладно. Ипотекаға қанша миллионның квартирасын аласың? 3 жылдың ішінде? Где-то 40 миллион, да? 3 жылда ол где-то 45 миллион болды делік, да? Ипотекаға ең күшті программамен алатын болсаң, минимум сен оның бір 30% жинауың керек шығар, да? Где-то 15 миллион жинауың керек. Машинаны қанша аласың? Машинаны, енді машина кішкене үлкен, 30 миллион. 30 миллион тұрады, да? Оны полностью кредит аласың ба или полностью аласың? Машинаны наличка ал. Хорошо, 45 миллион теңгені сен 3 жылдың ішінде жинауың керек. Қазір қанша ақша табасың айына? Қазір айына 1,5-2. 1,5, скажем так, 2 миллион айына табасың. Айына 2 миллион табатын болсаң, сен 1 жылда 24 миллион табасың. 2 жылда 48 миллион табасың. 3 жылда қанша болады? 3 жылда 72 миллион ба? 3 жылда 72 миллион бол ма? Егер тура сценарий кете берсе. Тура 2 миллионнан тауып жатсаң, 3 жылда 72 миллион. Егер де сен ештеңе ішіп жемесең, 3 жылда 72 миллион. Представим, айына 2 миллион табатын адамның еще кредитің жоқ сен, да? Менде рассрочканы бар, бірақ кішкене. Ладно, 2 миллионға салыстырмай. Ну, айлық шығындарың примерно қанша болады? Квартираң бар, әйелің бар. Әйел деген сондай шығын, да? Әйелің бар. Мен негізі санағанмын, менікі где-то 500-ден 650-дің арасында плавающий. Ну, получается, сенің табысының где-то 30% жоқ. Яғни 72 миллион теңгенің 30% жоқ. Примерно 24 миллион азайтасында 48 миллион. Сенің міне арманың более-менее реальный, да? Сен сол үшін оны қоя аласың. Осындай 48 миллион жасай алдың. Көп адамдар тоже машина алғысы келеді. Айталық бір 20 миллионның машинасын алғысы келеді, 2 жылдан кейін деп айтады. Айына 1 миллион табады. 1 миллион табатын адам түк ішіп жемесе 2 жылдан кейін 24 миллион таба алады да, ал 2 жылда машинаның бағасы как раз таки 24 миллионға қымбаттайды. Армандары нереальный. Өздері, возможно, там математиканы білмейтін адам жоқ. Жоқ, даже миллион таппайтын 300 көбінесе. Бізде енді орташа кездетін 300-400 мың алатын 300-400 мың адамдардың сөйтіп армандайды, 1-2 жылда сондай болып кетеді. Неге өйтіп ойлайды? Потому что есептемейді. Есептесе арманы өтірік екен көрініп қалады да, мысалы 2 жылдан кейін ана машина ала алмайтын көрініп қалады да. Сондықтан ақшасын санағаннан гөрі санамай жүре берген ыңғайлы да. Мен машина аламын. Өзіне сендіріп қояды да, мен машина бір күн аламын. Анандай болатын беді, кез келген адамда болады да. Қайдан шығады деп ойласақ, мен ойымша мынадан шығады деп ойлаймын. Кішкентай кезімізде редко кездеседі ғой, ата-анасы баласын туады да, кішкентай кезінен ел жұрттың көзінше. Мен балам чорт. Мен балам, қараңдар достарым, мен балам қолынан түк келмейді. Болашақта ол уборщик, білмеймін, там біреуге қызмет етеді. Болашақта ол дейтін вообще кедей болады деп айтады. Ешкім айтпайды. Мен балам болашақта бастық болады. Мен балам депутат болады. Мен балам бай болады деп айтады да. И сен кішкентай кезінде сенесің да, так, болашақта мен бай болам деп сен. Енді кішкентай бала ата-анасы не айтады соған сенеді? Болашақта мен бастық болам, бай болам деп сенесің. Бірақ өскенде бай болам деп сенесің, сөйтіп жүресің, мектепте оқыватсың, и ты думаешь, вот мектепте сабақтарында оқыватсың, пока мектеп мені сол бастық болуға, бай болуға тәрбиелеп жатыр деп ойлайсың. Пока не видишь, вот келмей жатыр, сен әлі бай емессің да, мектепте оқыватсың, сен ойлайсың, така, бүгін емес, мен өскенде бай болам, мектепте мен әлі өскен жоқ. Хорошо, мектепті бітірдің, университетте оқыватсың, сен ойлайсың, так, менің уақытым бәрі оқуға кетіп жатыр ғой. Мен пока бай болмай жатсың да, бастық болмай жатсың, бірақ өзіңе түсіндіре аласың. Өскен бойда бай боламын. Қашан өсем, сол кезде бай боласың. Оқуды бітіресің, карьераны бастайсың да, жұмыс істеп жатсың, бірақ сен әлі бай емессің да, әлі бастық емессің. Сен бірақ ойлайсың, так, мен әлі өскен жоқпын ғой, жаңадан келдім. И батаға сен қалады деп ойлайсың сонда сен? Кішкентай кезінен бастап бәрі дейтін бай болады деп сенеді, сен не кедей боламын деп ойладың өмір бақи? Жоқ, енді олай ойламадым, бірақ өйтіп типа сен қалады деп адамдарды ойламадым. Адамдар осознавать етеді сияқты, что жоқ, осознавать етеді, бірақ өмірде жақсылық болатын бәрі күтеді ғой. Сол жақсылық бір күні случится чудо дегенді күтеді. Сол чудо қайдан шығады? Кішкентай кезімде біз сендіреді, біз бәріміздің өміріміз күшті болады деп, ерекше екенімізге. И проблема менің ойымша неде? Взрослость, яғни мен өстім деген момент жоқ та. Типа, вот мен кеше бала болып жүрдім, ертең мен точно өсем деген момент жоқ та. Өсу деген взрослость деген период асықпай келе береді. Біз түсінбей қаламыз, қашан взрослый болып кететімізді. Түсінбей қаламыз да, бірақ ана привычка бар да, мен өскенде бай боламын, өскенде осындай боламын. И сол привычка арман ғой ол. Мен өскенде машина аламын, мен бір күні машина аламын, бір күні үй аламын, бір күні. Есебін біз вообще ешқашан ойластырмаймыз.
взрослый болғанда. выход не енді? Да. Оның Сол есептеу ма сонда, егер адам өзінің ақшасын есептесе, қараса, яғни таза табысы қандай, шығыны қандай, жалпы табысы қандай, осы арқылы істесе, более не айтқым келіп отыр, более четкий, дұрыс жоспар дегенде дұрыс целдер қоя ма, әлде сен айтқың келіп отқаны нереально екенін түсінеді да, все, тастайды деген секілді ма? Да, нереально, біріншіден нереально екенін түсіну керек та, оны тастау керек. Арманды дұрыс қою керек деп ойлаймын мен. Адамдар, менің ойымша, кішкене трезво оценивать ету керек та. Мысалы, 2 жылдан кейін машина алып, сен аламайсың 2 жылдан кейін. Қабылдау, өмір сондай, короче. Аламайсың сен 2 жылдан кейін машина, да? Түсіну керек. Біз розовый әлемде өмір сүрмейміз. Біз реальный әлемде өмір сүреміз. Реальный әлемде реальный проблемалар бар. Реальный әлемде реальный жұмыс пен реальный жетістіктер бар. Ол реальный жетістіктер тек қана взрослый адам жасайды. Бізге қабылдау керек. Біз все, бала емеспіз. Бізге ешкім көмектеспейді. Саған ешкім көмектеспейді. Мамаң да, папаң да, туыстарың да, ешкім, сен жалғызсың. Жұмысыңда, өзіңнің арманыңда сен жалғызсың. Әйеліңнің арманы бөлек. Сен жалғызсың. Сенің арманыңды тек қана сен орындай аласың. Бір күні чудо орындамайды, басқа орындамайды. Сен бүгін қандайсың, ертең ерекше болып кетпейсің. Бүгін 300 мың табасың ба, ертең 1 миллион тауып кетпейсің. 300 мың тауып қала бересің ертеңде. Максимум 305 мың да. Яғни чет, трезво. Біріншіден, маған ешкім көмектеспейді. Во-вторых, арманымды тек қана мен орындай аламын. Ал арманымды тек қана дұрыс арман, есептелген четкий арман болса. Мысалы, смарт деген жоспар бар ғой, айтады. Мен мысалы машина алғым келеді. Қандай машина алғым келеді? Қанша тұрады жаңа сағыңыз? Қанша тұрады? Қанша уақыттан кейін алғым келеді? Оған мен қазіргі зарплатамен жете аламын ба? Жете алмасам, нені өзгертуім керек? Минимальный өзгертетін зат маған не жетсе. Сондықтан мен ойымша, во-первых, мақсатты дұрыс қою керек деп ойлаймын. Екіншіден, дұрыс есептеу керек деп ойлаймын. Түсіндім. Бірақ чуть депрессивный болып кетті. Мен ойымша андай секілді, өмір жаман, жылаңдар дейтін. Андай секілді, то есть бұл нәрсе адамды кішкене оятады сияқты. Яғни, мысалы, ол шынымен де сол арман оған маңызды жеткісі келсе, болды, жетпеймін деп қол сілтеу жайлы емес. Ол көбінесе, так, не істеу керек бұған жету үшін? Қалай табысымды арттыра аламын? Басқа жолдарын ойлау, табысымды арттыру не істеу, және сол уже басқа жоспармен сен оған жетуің более реальный болады. А ол нәрсеге бізге осы санау дұрыс приоритеттерді береді. Өте дұрыс. Күшті жетсек, мен ойым күшті жетсек. Әлде сен қандай болып кетті, все, ешқандай жетпейді, қалдыңдар, өттіңдер. Жоқ, ондай емес. Жетеді, просто дұрыс уақытпен дұрыс мақсат қою керек қой. Обычно енді бәрі армандарының жетеді ғой, негізі мүмкіндік болса. Сосын кеше бір Жамбол күшті ой айтты, анандай. Мен осыған дейін айына примерно осынша сумма жаратам деп ойлап жүрдім. Но есептесем, оказывается, 2 есе көп жаратады екен дейді да. И потом мен айтамын ғой, мысалы, сенің таза табысың қанша десе, адамдар зарплатасын немесе табатын ақшасын айтады да. Ал табыс деп сұраған кезде адамдар табатын ақшасынан жұмсайтын ақшасын алып тастаған кезде чистая прибыль қанша қалады, жеке өмірі бизнес сияқты, соны айтып үйренсе, ол өмірге трезво қарауға көмектеседі да. Мысалы, айына қанша табасың десе, сен 2 миллион деп айтпайсың, қанша қалатынын айтасың да. Типа, мен 1 миллион 200 мың таза табысты айту керек дейсің ғой. Таза табыс сенің капиталың. Сол кезде сен трезво қарайсың да, так, мен ойбай 5 миллион табам емес, қанша қалады? 1 миллион қала ма? Все, 1 миллион табасың. Таза пайдаң 1 миллион. Яғни, сонымен қарасаң, сен кішкене өзіңнің күшіңді де дұрыс бағалауың мүмкін болады. Все. Осымен бітті ма? Күшті бір аяқтайықшы. Ладно, қалған келесі жолы талқылаймыз.